Сәлем достар, сіздерге қайта қауышқан мен Миса Жанкизат, және бүгінгі видеомыз сұрақ-жауап. Бүгін мен сіздердің менің инстаграмыма қойған сұрақтарға жауап беретін боламын. Ендеше бастаймыз. Ең алғашқы видео, менің YouTube каналыма түсірген ең алғашқы видеом мен туралы 10 факт деп аталды. Мен оны 2016 жылы салдым, бірақ қазіргі таңда ол менің YouTube каналымда жоқ. Себебі өшіріп тастадым. Кеттік, келесі сұрақ. Алғашқы махаббатыңның аты кім? Замет Пыш. Менде ешқандай махаббатым жоқ. Және де алғашқы да, соңғысы да. Мен әлі кішкентаймын, ол бір, және де менде ондай ойларға, ондай нәрселерге уақытым жоқ. Болды. Қыз баласына 3 тән қасиет. Менің ойымша, ең бірінші ол тәрбиелі болу керек. Екінші, ақылды болу керек, себебі не дегенмен бұл қыз баласы болғандықтан ақылы көркісіне сай болу керек. Ол кішкене еркелік болу керек деп ойлаймын. Келесі сұрақ, 9-дан кетесің бе? Осы сұрақ өте жиі қойылады соңғы уақытта, неге білмеймін. Мен ендігі жылы ғана 9-шы класс оқимын, және де жоқ, мен 9-дан кетпеймін, мектепті 11-ден бітіремін. Болды. Қанша киімің бар? Білмеймін қанша екен. Келесі сұраққа көшеміз. Самый безбашенный поступок в твоей жизни дейді. Менде ондайлар көп емес. Бірақ алдыңғы жылы, немесе оның алдыңғы жылыма, мен шашымды зеленкамен бояғам. Арт жақтағы бір шашты алдым да, прядь волос. Сосын соны кәдімгідей зеленкаға қидым. Сосын солай боядым. Бірақ одан менің қолым зеленка болды, киімім зеленка болды. Сосын душтың іші тоже зеленка болды. Сондықтан ешқашан өйтіп қайталамаңыздар. Бірақ зеленкамен шашын боялады. Әрине қатты емес, бірақ боялады. Бірақ өйтіп қайталаудың қажеті жоқ. Себебі бүкіл үйдің бәрі зеленка болады, а зеленка тез кетпейді. Қандай суперспособность қалайтын едің? Мен ұшқым келеді. Яғни андай супермен бе, супергеройлар сияқты бүйтіп аламда ұша салғым келеді. Себебі солай күшті сияқты ғой, қаланы бүйтіп ішінде ұшып жүре берсең. Сол менің қазіргі таңда қалайтын суперспособностьтім. Алматыға көшіп келу ойында бар ма? Жоқ. Болды. Бұрын соңды қойылмаған сұрақ, қыздармен разборкаға шыққан кезім болды ма дейді. Құдай сақтасын. Мен разборкаға шығатын қызға ұқсаймын ба? Мен түрім разборкаға жүретін қыздарға ұқсаймын ба дейді. Сондай сұрақ қоятындай. Жоқ, мен ешқашан ондай разборкалерге шықпаймын. Және сіздерге де кеңес бермеймін. Ол ондайлардан аулақ жүрген дұрыс. Өтірік ауырған кезің болды ма? Я, болды. Мен 7-ші класс оқып жүрген кезде бір-екі рет үйде жатқантынмын, өтірік ауырып жатқан адам құсап. Себебі сабаққа барғым келмейді, сосын тряпка сияқты бір орамалды аламын. Сосын сол орамалды ыстық кипяток болып тұрған шайнектің сыртына бет қоямын, сырт ыстық қой. Орамалды сыртына қоям, сосын орамал ыстық болып кетеді. Сосын сол орамалды ыстықты аламын да басыма қоям. Сосын мамаға келемін де айтам, басым ауырып тұр. Сосын басым ұстайды. Сосын басым ыстық болады. Сөйтіп бір-екі рет мен үйде қалғанмын. Жасамаңыздар олай. Қажет жоқ. Не надо? Нет, жоқ. Көбінесе уақытыңды кіммен өткізесің? Маған сәлем жолдашы. Сәлем. Менің ойымша барлығы түсінікті деп ойлаймын, енді айтпай-ақ. Фан-встреча тек Ақтөбеден басқа қай жерлерде түсіруді ұйғарасың дейді. Айтпақшы достар, сіздер білмесеңіздер, менің өзімнің инстаграм аккаунтымда фан-встреча туралы ақпарат жазған болатынмын. Сондықтан міне инстаграмға кіріп, соңғы постымнан оқып алыңыздар. Ертең, бұйырса 17-ші шілде, июльда сағат 5-те мен Ақтөбе қаласына фан-встреча жасайтын боламын. Яғни кездесу өзім емес, Еркеназ Сүлейменовамен жасаймын. Сондықтан қапы қалмаңыздар, инстаграмнан барлық ақпаратымды оқып алыңыздар.
Мен сіздерді күтетін боламын. Ал сұраққа көшетін болсақ, мен әзірге жасай алмаймын басқа қалада, себебі өз қаламда тұрып енді қол жетті жасауы. Себебі мен өзімді ондай танымал деп санамаймын, фан встречалар жасайтындай соншама, бірақ енді сіз қалағандықтан жасадым. Ал басқа қалаларда мен бөтен қалаларды қай жерде қай жасауды білмеймін, ол қалаларды дұрыс білмегендіктен жоқ. Өзіңнің есімді өзгерткің келген кезің болды ма? Жоқ! Себебі мен есімім өзіме қатты ұнайды. Ата-анаң сенің танымалдылығына қалай қарайды, қарсы емес пе? Біріншіден, мен танымал емеспін. Ал екіншіден, олар менің осы YouTube, Instagram, блогымды жүргізетініне ешқандай қарсы емес. Начинающий блогерлерге совет плиз дейді. Бастауыш блогерлерге айтарым, ештеңеден, ешкімнен қысылмаңыздар, ұялмаңыздар. Себебі ол сіздің сүйікті ісіңіз болса, мақсатыңыз бойынша жұмыс істеңіз, видеоларды көп түсіріңіз, ермеңіз. Және де өз ісіңізді жақсы көре білу керексіз. Және де арманыңызды орындаңыз. Осы жазда қарайдың ба? Мен негізі өзім қара қызбын. Сосын осы жазда қатты загар алам, содан одан сайын қараям. Қарай кеткенмін сол. Қара қыз, дара қыз, Мен сіздерді өзімнің кездесуімде күтетін боламын. Осы видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліңіздер. Инстаграмыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық қызықтар инстаграмымда. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.